Мана дүниенің сен соңында жүрген, жүгіріп жүрген, 24/7 соңында жүгіріп жүрген дүниең бар ғой. Пайғамбар былай дейді. Мана дүниенің Алланың алдында масаның қанатындай қадірі болса, кәпірлер бір жұтым су ішпесе дейді. Ислам тарихында өте үлкен, ислам тарихындағы елеулі оқиға хижрет жасады. Хижра деген көшу. Не үшін көшті? Өйткені бұл жерде осы Мекке қаласында исламның алғашқы күнінде өте ауыр кездер болды. Мұсылмандарға Құрайш мүшриктерінің көрсетпеген азабы, зорлық, зомбылығы болған жоқ. Енді өте көп зұлымдық болды. Өте көп ауыр зұлымдық көрді. Дінді сақтау үшін, өмірлерін сақтау үшін көшті. فمن كانت هجرته للدنيا أو إلى الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. Дүние үшін қоныс аударса, әйел үшін хижрет жасаса, соны табады дейді. Бұл хадисте فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. Аллаға және оның елші үшін хижрет жасаса, فكانت هجرته إلى الله ورسوله. Қараңыз, оның қайталайды Алла тағала. Оның хижрасы Алла және оның елшісіне болады дейді. Дұрыс. Енді қараңыз, оның хижреті, көшуі дүние үшін және әйел үшін болса, не үшін болса соны табады дейді. Қайталамайды. Дүние мен әйелді қайталамайды. Өйткені Алланың алдында оны бір қатты маңыз бермейді оған. Дүние Алланың алдында құны жоқ. Егер мына дүниенің дейді, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады. Пайғамбарымыз айтады. Мына дүниенің сен соңында жүрген, жүгіріп жүрген, 24/7 соңында жүгіріп жүрген дүниең бар ғой. Атақ, мансап. Пайғамбар былай дейді. Мына дүниенің Алланың алдында масаның қанатындай қадірі болса, кәпірлер бір жұтым су ішпесе дейді. Демек, мына дүние Алланың алдында мәл'уна. Пайғамбар айтады. Түкке тұрысы лағнеттелген дүние дейді. Баста біз оны түсіне алмаймыз. Өйткені біздің өміріміз материалдық құндылықтармен ғана байланып қалған. Барлығын сомен өлшейміз. Жасырмаңдар, айтыңдаршы. Мына дүниедегі таласып жүргенің, тартысып жүргенің, жүгіріп жүргенің, жарысып жүргенің не үшін? Барлығы материалдық құндылықтар ғой. Дүние ғой. Ақырет үшін, Алла үшін ешкім таласып атқан жоқ. Мысалға, хижра болған кезде бір көзі көрмейтін қарт сахаба болады. Дамра ибн Жүндаб деген кісі. Көше алмайды, көзі көрмейді. Балалы 4 баласы болады. Әкешім, сен қал болды, сен енді немес, көшпей ақ қой. Бірақ көшу уәжіп болып тұр мұсылмандарға. Негізінде Алланың әмірі бұл. Өйткені